Әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері мектептер мен басқа да оқу орындарында еліміздің жол қозғалысы ережелерін түсіндіру бойынша арнайы сабақтар өткізіп жатыр. Абайлаңыз балалар республикалық іс-шара аясында ұйымдастырылған кездесулердің мақсаты балалардың қатысуымен болатын жол көлік апаттарының алдын алу. Көлік қозғалысы көп көше қиылыстарында көлік кептелісін азайту үшін жол патрульдік полициясы батальонының полицейлері қозғалысты реттеуге шығады. Алайда жол сақшыларының белгілерін оқушылар көп жағдайда біле бермейді. Бағдаршам істен шыққан уақытта көше қиылысында қозғалысты реттеуші инспектор тұрған кезде жолдың келесі бетіне қалай өту жайында тәжірибелі инспекторлар оқушыларға түсіндіруде. Дальше команду инспектора. Дальше команду, например, инспектор дает машинам, которые едут налево, свистком и жезлом опять. Вот в таком направлении, вот так вот показываете. Вам разрешается переходить только со стороны спины. Бұл жолы арнайы сабақ Петропавлдағы номер 32 мектепте өтті. Кейін оқушыларға жол қозғалысы ережелері туралы жадынамалар таратылды. С 1 по 10 сентября. 1-10 қыркүйек аралығында Абайлаңыз балалар республикалық жедел алдын алу іс-шарасы аясында әңгімелесулер мен дәрістер түрінде алдын алу шараларын өткіземіз. Біз бүгін оқушылармен кездесуге қозғалыс реттеушінің қимылдарын жете түсіндірген взвод командирін, яғни инспекторды шақырды. Өкінішке орай ересектер мен балалардың көбі қозғалысты реттеуші инспектордың қимылдарының мәнін білмейді. Осыған байланысты біз осындай акцияны ұйымдастырдық. Әкімшілік полиция басқармасының мәліметінше жыл басынан облыс жолдарында балалардың қатысуымен 30 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 2 бала қайтыс болып, 31-і жарақат алған. Оның ішінде жасөспірімдердің кінәсінен 5 жол көлік оқиғасы болса, оның 5-еуінде де балалар жарақат алған. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген Аманжол Нұртазин.